Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 108-ші сабақ. Разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. Ежелгі замандағы ұлы математиктер. Бүгінгі сабақта сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлуді үйренесің. Архимед фигуралардың ауданын есептеудің ортақ тәсілін тапты. Нөмірі 1-ші есеп. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бірінші тік төртбұрыш бойынша назар аударайық, балалар. Ұзындығы 12 см, ені 8 см. Мұнда ауданы белгісіз екен, иә? Есептің қысқаша берілгенін жазып алайық, балалар. Бірінші тік төртбұрыш бойынша А тең 12 см, Б тең 8 см, С бізде белгісіз, е балалар. Ол үшін біз ауданды табуымыз үшін ауданның формуласын жазайық. С тең А көбейту Б. Мұнда ауданды табуымыз үшін 12-ні 8-ге көбейтеміз, 96 см квадрат. Жауабы аудан 96 см квадрат. Келесі екінші тік төртбұрыш бойынша балалар. Ұзындығы белгісіз, ені 10 см, ауданы 480 см квадрат. Есептің қысқаша берілгенін жазып алайық, балалар. Б тең 10 см, С тең 480 см квадрат, А бізде белгісіз. Ол үшін біз Аны табуымыз үшін ауданды еніне бөледі екенбіз. Сонда 480-ді 10-ға бөлсек 48 см. Жауабы ұзындығы 48 см екен. Үшінші тік төртбұрыш бойынша ұзындығы 15 дециметр, ені белгісіз, ауданы 75 дециметр квадрат. Сонда А тең 15 дециметр, С тең 75 дециметр квадрат, Б бізде белгісіз. Ол үшін біз шешуінде Б тең, яғни енін табуым үшін ауданды ұзындыққа бөлеміз. Сонда 75-ті 15-ке бөлетін болсақ, 5 дециметр. Жауабы ені 5 дециметр. Нөмірі 2-ші есеп бөлудің қалай орындалғанына қара. Мұнда балалар 286-ны 2-ге бөлеміз екен, иә? Яғни жазамын бөлінгіш 286, бөлгіш 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 200-дік, бөліндіде 3 цифр болады. Жүздік, ондық, бірлік. Жүздіктерді бөлемін, 2-ні 2-ге бөлемін 1, бөліндіге 1 санын жазамын. Қанша жүздікті бөлгенімді тексеремін, ол үшін көбейтемін, 1-ді 2-ге көбейтемін 2, 2 санын жүздіктердің астына жазамын. Азайтамын, 2 азайту 2 тең 0, жүздіктер толық бөлінді. Ондықтарды бөлемін, 8-ді 2-ге бөлсек 4, бөліндіге 4 санын жазамын. Бірліктерді бөлемін, 6 бөлу 2 тең 3, бөліндіге 3 санын жазамын. Жауабын оқимын, 143. Нөмірі 3-ші есеп. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. Мұнда балалар мен өрнектерді баған түрінде жазып көрсеткем. 82 бөлу 2, яғни балалар 8-ден қайырамыз. 8-ді 2-ге бөлетін болсақ 4, яғни бөліндіге 4-ті жазамын. 4 пен 2-ні көбейтетін болсақ 8, 8-дің астына жаздық. Енді 8-ден 8 азайтсақ 0, енді мұндағы 2-ні түсіреміз. 1-ден береміз, яғни 2-ні 2-ге бөлсек 1 болады. Сонда 1-ден береміз, 1-ді 2-ге көбейтеміз, 2, 2-нің астына 2-ні жазамыз, 0, 2-ден 2-ні азайтатын болсақ 0, сонда балалар 41-ге тең екен. Дәл осылай балалар мен баған түрінде есептерді көрсетіп шықтым, е? 848-ді 4-ге бөлетін болсақ, 212-ге тең, 555-ті 5-ке бөлетін болсақ, 111-ге тең, 993-ті 3-ке бөлетін болсақ, 331-ге тең, 48-ді 2-ге бөлетін болсақ, 24-ке тең, 396-ны 3-ке бөлетін болсақ, 132-ге тең, 777-ні 7-ге бөлетін болсақ,
111-ге тең. 484-ті 4-ке бөлетін болсақ, 121-ге тең екен. Нөмірі 4-ші есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы: оқушылар үйінде математика үйірмесіне 639 оқушы, ал шахмат үйірмесіне одан 3 есе кем оқушы қатысады. Шахмат үйірмесіне неше оқушы кем қатысады? Есептің қысқаша берілгенін жазып алайық. Математика үйірмесіне 639, ал шахмат үйірмесіне 3 есе кем екен, математика үйірмесіне қарағанда. Енді балалар, математика үйірмесіне неше оқушы кем қатысады, соны табуымыз керек. Ол үшін біз шешуінде бірінші 639-ды 3-ке бөлеміз, яғни шахмат 3 есе кем деп тұр, сонда 3-ке бөлеміз, 213 бұл шахмат үйірмесі, не қатысатын оқушылар. Екінші амал: 639-дан 213-ті азайтамыз, 426. Жауабы: шахмат үйірмесіне 426 оқушы кем қатысады. Төртінші есептің жалғасы. Ә нұсқасы бойынша есептің сұрағын осы үйірмелерге барлығы қанша оқушы қатысады деп өзгерт. Математика үйірмесіне 639 оқушы, шахмат үйірмесі, яғни 3 есе кем математика үйірмесіне қарағанда. Бізге барлығы қанша оқушы қатысады, соны табуымыз керек. Ол үшін біз шешуінде бірінші 639-ды 3-ке бөлеміз, 213, бұл шахмат үйірмесіне баратын оқушылар. Екінші 639-ды 213-ке қосамыз, 852. Бұл барлығы екен. Жауабы: осы үйірмелерге барлығы 852 оқушы қатысады. Нөмірі 5-ші есеп. Баған түрінде есепте дұрыстығын тексер. А нұсқасы бойынша 421 көбейту 2 деп тұр, балалар. 2-ні 1-ге көбейтеміз 2, 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 2-ні 4-ке көбейтеміз 8. Сонда балалар, көбейтіндінің мәні 842-ге тең екен. Енді тексереміз, балалар. Яғни мен астына тексергем, балалар, әр есептің астына тексеру амалын орындағам. 842-ден 2-ні бөлеміз, яғни 8-ден қайырамыз. 8-ді 2-ге бөлетін болсақ 4, енді 4-ті 2-ге көбейтеміз 8. 8-дің астына 8 деп жазамыз, астын сызамыз. 8-ден 8-ді азайтсақ 0, мұндағы 4-ті түсіреміз. Енді 4-ті 2-ге бөлетін болсақ, балалар, 2. Сонда 2-ден береміз, бөліндіге 2 жазамыз, балалар. 2-ні 2-ге көбейтетін болсақ 4, 4-тің астына 4 деп жазамыз. Енді балалар, азайтамыз, 4-тен 4-ті азайтсақ 0, енді мұндағы 2-ні түсіреміз. 2-ден 2-ні бөлетін болсақ 1, яғни бөліндіге 1-ді жазамыз. 1-ді 2-ге көбейтетін болсақ 2, 2-ның астына 2 деп жазамыз, 0. 2-ден 2-ні азайтатын болсақ 0. Сонда балалар, 421 есебіміз дұрыс екен, балалар. Дәл осылай, балалар, мен баған түрінде көрсетіп шыққам. 314-ті 2-ге көбейтеміз 628. Тексеретін болсақ, 628-ді 2-ге бөлетін болсақ, 314-ке тең екен. Келесі 765-тен азайтамыз 45-ті, 720-ға тең, яғни азайту амалын қосу амалымен тексереміз. 720-ға 45-ті қосамыз, 765. Келесі 321-ді көбейтеміз 3-ке, 963-ке тең. Тексереміз, яғни көбейтуді бөлумен тексереміз. 963-тен 3-ті бөлсек, 321-ге тең. Нөмірі 5-ші есептің жалғасы. Ә нұсқасы бойынша 963 бөлу 3, мұнда баған түрінде көрсеткен, балалар, яғни 321-ге тең, ал тексеруін астына жазғам, яғни қара түспен. 320 бөлуді біз көбейту амалымен тексереміз. 321-ді 3-ке көбейтеміз, 963-ке тең. Келесі 842-ні 2-ге бөлеміз, 421-ге тең. Тексергенде 421-ді 2-ге көбейтеміз, 842-ге тең.
87 қосу 653 740-қа тең. Азайту амалымен тексерілген. 740-тан 653-ті азайтамыз, 87-ге тең. 488-ді 4-ке бөлеміз, 122-ге тең. Оны тексереміз көбейту амалымен. 122-ні 4-ке көбейтеміз, 488-ге тең екен. Бесінші есептің Б нұсқасы 64-ті 2-ге бөлгенде балалар 32-ге тең. Бөлуді көбейтумен тексереміз. 32-ні 2-ге көбейтсек 64-ке тең. Келесі 424-ті 2-ге көбейтеміз, 848-ге тең. Бөлу амалымен тексереміз. 848-ді 2-ге бөлетін болсақ, 424-ке тең. 770-тен азайтамыз, 659-ды 111-ге тең. Қосу амалымен тексереміз. 111-ді 659-ға қосатын болсақ, 770-ге тең. 684-ті 2-ге бөлеміз, 342-ге тең. Бөлуді көбейтумен тексереміз. 342-ге 2-ні көбейтеміз, 684-ке тең екен. Нөмірі 6-шы есеп А нұсқасы көрсетілген массаны жинау үшін қай гіртасты және оның нешеуін алу қажет? Өрнектерді жаз. Мұнда балалар шұжық көрсетіліп тұр, 870 грамм. Яғни біз қай гіртастарды алуымыз керек? Ол үшін біз 500 грамм, оған 200 граммды қосамыз, 700, оған 100 граммды қосатын болсақ, 800, 800-ге тағы 50 граммды қосатын болсақ, 850, 850-ге 20 граммды қосатын болсақ, 870 грамм екен, балалар. Келесі 785 бізде ірімшік екен, 500 грамм, оған 200 граммды қосамыз, 700, 700-ге 50 граммды қосамыз, 750, 750-ге 20-ны қосамыз, 770, оған 10-ды қосамыз, 780, оған тағы 5 граммды қосатын болсақ, 785 грамм екен. Келесі бізде алма 355 грамм, яғни 200 грамм, оған қосамыз 100 граммды 300, оған 50 граммды қосамыз 350, оған тағы 5 граммды қосатын болсақ, 355 грамм екен. Нөмірі 6-шы есептің Ә нұсқасы берілген мәліметтермен есептер құрастыр. Мұнда балалар шұжық 870 грамм, ірімшік 785 грамм, алма 355 грамм делік. Балалар барлығы қанша килограмм, соны табуымыз керек. Ол үшін біз шешуінде 870-ті 785-ке қосамыз, 1655, оған тағы 355-ті қосатын болсақ, 2010 грамм. 2010 грамм 2 килограмм 10 граммға тең екен. Жауабы барлығы 2 килограмм 10 грамм азық түлік. Нөмірі 7-ші есеп. Әжей базардан 300 грамм алма мен алмұрт сатып алды. Таразының бір табағына алма, ал екіншісіне алмұрт салған кезде алмұрттың салмағы басып кетті. Содан кейін алмаға қосымша 100 грамм алмұртқа 50 грамм гіртасты қойғанда таразы басы теңесті. Алманың массасы қанша? Алмұрттың массасы қанша? Ал балалар, мұнда балалар алма алмұрт 300 грамм екен, Мұнда бізде алманы және алмұртты табуымыз керек екен. Ол үшін біз 300 граммды 2-ге бөлеміз, 150 грамм. Енді балалар 150 граммнан біз 100 граммды азайтатын болсақ, 50 грамм бұл алма екен. 150 граммнан 50 граммды азайтатын болсақ, 100 грамм бұл алмұрт екен. Жауабы алма 50 грамм, алмұрт 100 грамм екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.